Сәлем достар! Бүгін денсаулыққа қандай банан пайдалы екенін бірге анықтайтын боламыз. Бананды жақсы көрмейтін адам кемде кем шығар. Ол пайдалы, дәмді болумен қатар басқа жемістерге қарағанда тойымды болады. Көпшілігі дүкен сөрелерінен қанық сары түсті банан іздейді. Ал егер ұзақ уақытқа жарайтындай көп банан алар болсаңыз, оның көк түсін таңдаған абзалырақ. Сіз тұтынатын уақытқа дейін өзі сарғайып, қоңырқайланып, бабына келеді. Ал бананның әр түсі денсаулыққа әртүрлі әсер етеді. Жасыл банан. Банан жасыл түсті болса, көпшілігі оны әлі піспеген деп есептеп алғысы келмейді. Олар қателеседі. Жасыл түсті банан қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында қант өте аз мөлшерде болады. Көк банан жүрек қан тамырлары дертімен күресіп жүргендер үшін де аса пайдалы. Сары банан. Көбінде дүкен сөрелерінен сары бананды жиі кездестіреміз. Ол тағамдық құндылығы аса жоғары, антиоксидантқа өте бай болады. Пайдалы элементтердің қайнар көзі болатын сары түсті банан адам ағзасына таптырмас жеміс. Дақтары бар банан. Бананда қоңырқай дақтар болса, оның пайдалы тұсы мол. Ол иммундық жүйені күшейтуге көмектеседі. Онымен дақты бананның пайдалы тұсы аяқталмайды. Ол түрлі ісіктермен күресуге қауқарлы. Қоңыр дақтары бар банан тұтына отырып, онкологиялық ауруларға жол бермейсіз. Қоңыр банан. Банан қарайып кетіпті деп мұндайды көбісі лақтыруға асығады. Керісінше, бұл осы жемістің ең тәтті, нағыз пайдалы шағына жеткен кезі. Ішектерінде ақауы бар адамның өзінде басқа түстеріне қарағанда қоңыр бананды қорыту оңай болады. Сүйек пен бұлшық еттің жетілуіне де осы бананның пайдасы мол. Мұндай бананда крахмалы толықтай қантқа айналады. Қант диабеті бар адамдар абай болған абзал. Дегенмен стресспен күресіп, көңіл күйді көтеруге қабілеті бар. Егер қоңыр бананнан шіркейісі шыға бастаса, пісуден де арғы деңгейге өтіп кеткені, яғни оны тастай беруге болады. Банан жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болса, біздің каналымызға лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.